Сәлем достар, YouTube каналға қош келдіңіздер. Ауызашарға тез жасалатын және өте дәмді болатын салаттың рецептін көрсетемін. Айсберг капустасын видеодағыдай кесіп аламыз. Не болмаса листья салатаны қолдансаңыздар болады. Капустасы көбірек болса тәттірек болады. Сондықтан мен 450 грамм капустаны қолдандым. Негізі бұл салатты мен 8-10 адамға арнап жасадым, үлкен тысқа. Енді сіздер 4-5 адамдық бір отбасыға онда осының жарты порциясын жасасаңыздар болады. Капустаны турап болғаннан кейін енді огурцыйымызды осындай бөліктерге бөлеміз. Соломка етіп турап аламыз. Енді вареный колбасаны да солай кішкентай соломка етіп тураймыз. Мен өзім Арай фирмасының қолданамын. Қазірше мен үшін сенімді фирма сол, халал. Суға піскен жұмыртқаларды турап аламыз. Осының үстіне кукурузаны саламыз. Содан кейін дәміне қарай тұз сеуіп, қаймақпен, майонезбен араластырамыз. Қаймақтың орнына барлығын майонез қолдансаңыздар да болады. Енді осыны ары қарай үлкен болғаннан кейін қасықпен араластыру ыңғайсыз, сондықтан мен қолмен араластырамын. Енді осының астына комментарияға неше түрлі хейттар кетеді, қазір қолмен араластырыпты деген. Бұл тарелканы салып, қонаққа ұсына береміз. Жасалуы өте тез, оңай, бірақ соған қарамастан өте дәмді салат болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.